Мал шаруашылығы тек қана ер адамдар үшін ба? Біздің Гүл апамыз бұл шаруашылыққа басында жай қызметкер болып келген, қазір директордың орынбасары дәрежесіне шейін көтерілді. Гүл апай, қазір шаруашылық қалай болып жатыр? Немен айналысып жатыр? Және де сізге қиын емес пе мал шаруашылығында жүру? Енді мал шаруашылығы қиын емес, оңай деп айтсам дұрыс келмейді. Негізінде әр жұмыстың өзінің қиыншылығы болады. Мал шаруашылығында қиыншылығы болады. Әр кезеңде қыс айы болсын, күз айы болсын. Бірақтан енді оны қорқай берсең жұмыс жүрмейді ғой. Неге де көз қорқақ, қол батыр дейді. Істеу керек. Істеу керек. Тек істесең ғана ол қиыншылықты жеңуге болады. Мал шаруашылығы тек қана ер адамдар үшін ба? Жоқ, әйел адамдарды істеуге болады екен. Просто енді білмеймін, мен өзім кішкене батылдауым негізінде. Анша-мұнша қорқа бермеймін. Сол батылдықтың арқасы шығар. Мал шаруашылығымен айналысыңыздар. Қазақтың даласын малға толтыру бәріміздің міндетіміз. Дұрыс па Гүл апай? Дұрыс. Байыса қазақтың балалары байысын. Біз соған қуанамыз. Артымыздан есіп кеткен інілеріміз, балаларымыз, әр қазақтың балалары бай болсын. Мал шаруашылығы өсе берсін, өркендей берсін. Ол жұмыстан қорқуға болмайды. Тек қана еңбегің адал болып, қорықпай жұмыс істесең, әр жұмыстың жемісі болады деп ойлаймын. Көп рахмет.